Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ірімшік қосылған булочка рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құйып қант саламыз. Татымына қарай тұз салып, бөлме температурасындағы жұмыртқаны жарып саламыз. Сұйық майды құйып, 1 шай қасық дрожж салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды алдын ала елеуіштен өткізіп аламыз. Ұнды бірнеше бөліктерге бөліп салып, қасықпен бірінші осылай араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды пищевой пленкамен жауып, жылы орап, 40 болмаса 1 сағатқа, 40 минут болмаса 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Сонымен қатар менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Видеоның астына комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецептің түрлері бар. Видеодағыдай осылайынан қолымызбен орап алып, домалақтап, противенге салып, жарты сағатқа қоямыз. Енді салмасына кірісетін боламыз. Ірімшікке қант салып, жақсылап араластырып аламыз. 1 жұмыртқаны салып, одан кейін ванилин салатын боламыз. Сонда дәмі әдемі болады. Осы қасықпен біраз араластырып алған соң, блендермен езіп аламыз. Жақсылап езіп болған соң, енді қамырымыз көтерілді. Стаканмен осылайынан ортасына углубление жасап, қолымызбен кішкене басып, ортасына салмаларын салатын боламыз. Ірімшікті салып болған соң, жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 25 минутқа пісіріп аламыз. Біздің ватрушкеміз, ірімшік қосылған булочкеміз дайын болды. Бетіне сахарный пудраны сеуіп, дастарханымызға қоямыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.